Сәлеметсіздер ме? Жалпы әкенің отбасындағы рөлі қазақ отбасындағы және мен осы Чехияда тұрып жатқаныма 10 жылдай болып қалды. Сондықтан осы елдегі әкелердің орны жайлы бірнеше ерекшеліктерді айтып өтуге болады. Мысалға, мұнда әке мен ананың бала тәрбиесіндегі орны теңдей бөліседі. Заң жүзінде әкелер декреттік отпускаға да шыға алады, демалысқа. Сөйтіп баламен бір жылдай мысалға үйде баланы қарап, кішкентай баланы солай үйде баланың бала жөнінде декреттік демалысқа шыға алады заң жүзінде. Ешқандай шектелмеген. Сонда мысалға чех отбасыларында әйел адам бір жыл баламен декреттік отпускада отырса, сосын келесі жылы ары қарай жалғастырып жолдасы, әкесі баланың сол демалыста отыра береді. Әкелер ешқандай, мысалға, біз қазақ отбасында, қазақ мәдениетінде әкені өте жоғары орынға қоямыз және әкеден қорқамыз. Әкені сыйлау, оның әрбір сөзіне, қас-қабағына қарау деген солай отбасында анамыздан сол әр отырған сайын айтып отырылады. Сондықтан біз солай әкеге солай қараймыз. Бірақ мысалға чех отбасында ондай әкенің ондай ерекше рөлі жоқ. Дегенмен ата-ананы сыйлау ол бар. Бірақ балаға әкең саған соңғы сөз айтады, әкең соны шешеді. Мен білмеймін, оны әкең шешеді деп ондай тәрбие жоқ. Және оны отбасында бірігіп отырып барлық мәселелерді баланың тәрбиесінде, болашақ мамандығына байланысты болсын, мектепте әрбір үйірмеге қатысу, соның барлығы әкесі мен шешесі бірдей өз ойын айтып, солай келісім арқылы солай шешіледі. Басқа қандай ерекшеліктерін айтып өтуге болады. Бала үйде әкенің тамақ істеп жүргенін, мамасына көмектесіп, әйеліне көмектесіп, үйдің тірлігін қоса алып жүргенін бәрін көріп өседі. Содан кейін ол балалар ертең өз өмірлерінде де жолдасының сондай болғанын қалайды. Біздегі сияқты, мысалға, қыздар өз отбасын құрғаннан кейін барлық тірлікті өзі істеу керек, жолдасы сыртта жүреді, жұмыс істейді, үйге тек ақша келу деген сондай ұғым қалыптаспаған, барлығына теңдей бөліседі. Сондай ерекшеліктер бар. Менің ойымша, бұл жалпы европалық ер азаматтарға әкенің рөліне тән қасиеттер деп ойлаймын. Және бұдан кейін кейін жас отбасы болып құрылған балалар өздері отбасын құрған кезде, сол кішкентай балалар соны үйде көріп өскен. Сонда өмірінде жеңілірек болады. Барлық ауырлықтың бәрін, тірліктің бәрін әйел өз мойнына салып арқалап жүрмейді. Сол жағынан ерекшеліктері бар.